Бірінші сұрақ. Желаяқ, таусоғар, саққұлақ атты кейіпкерлер қандай ертегіде кездесетінін анықтаңыз. А нұсқасы ұшқыш кілем, В. Адам жеңбес, айыртөс батыр, С нұсқасы ертөстік, Д. Керқұла атты кендебай, Е. Аяз би. Дұрыс жауабы ертөстік. Желаяқ, таусоғар, саққұлақ атты кейіпкерлер ертөстік ертегісінің кейіпкерлері. Екінші сұрақ. Самаурын мен шайдың өзін қазақтың дәстүрлі салтын бұзатын жағымсыз құбылыс көрген ақындарды атаңыз. А нұсқасы. Абай дәстүрін жалғастырушылар, В. Ондайлар болған емес, С. Зар заман ақындары, Д. Демократтық бағыттағы ақындар, Е. Романтик ақындар. Дұрыс жауабы С нұсқасы. Зар заман ақындары. Үшінші сұрақ. Шыңғыс Айтматовтың «Боранды бекет» романындағы мазар орналасқан жерді атаңыз. А нұсқасы. Жаңа өзен, В. Сары өзек, С. Жерұйық, Д. Ош, Е. Тарбағатай. Дұрыс жауабы В нұсқасы. Шыңғыс Айтматовтың «Боранды бекет» романындағы мазар орналасқан жер Сары өзек. Төртінші сұрақ. Сөз, жібек, жіп, жыр, кесте деген тармақ кімдікі екендігін табыңыз. А нұсқасы. Дулат Бабатайұлы, В. Шортанбай, С. Бұқар жырау, Д. Асан қайғы, Е. Шернияз. Дұрыс жауабы Дулат Бабатайұлы. Бесінші сұрақ. Өткен күндер жинағының авторын атаңыз. А нұсқасы. Сәкен Сейфуллин, В. Жамбыл Жабаев, С. Ғабит Мүсірепов, Д. Бейімбет Майлин, Е. Ильяс Жансүгіров. Дұрыс жауабы А нұсқасы. Өткен күндер жинағының авторы Сәкен Сейфуллин. Алтыншы сұрақ. Құлагер поэмасының кейіпкерін көрсетіңіз. А нұсқасы. Ақан сері, В. Күйші, С. Мардан, Д. Қарашаш, Е. Мәмбет. Дұрыс жауабы А нұсқасы. Ақан сері. Жетінші сұрақ. Абайдың 5 асыл іс пен 5 дұшпанды саралаған өлеңін табыңыз. А нұсқасы. Интернатта оқып жүр, В. Қалың елім қазағым, С. Әсемпаз болма әрнеге, Д. Жасымда ғылым бар деп, Е. Ғылым таппай мақтанба. Дұрыс жауабы Абайдың 5 асыл іс пен 5 дұшпанды саралаған өлеңі ғылым таппай мақтанба деп аталады. Сегізінші сұрақ. Сұлтанмахмұт 6 жасқа дейін кімнің тәрбиесінде болған? А нұсқасы. Әкесінің, В. Ағасының, С. Әжесінің, Д. Нағашы атасының, Е. Туысқандарында. Дұрыс жауабы С нұсқасы. Сұлтанмахмұт 6 жасқа дейін әжесінің тәрбиесінде болған. Тоғызыншы сұрақ. Аққудың айырылысуы, Көкшетау, Қызылат поэмаларының авторы кім? А нұсқасы. Қасым Аманжолов, В. Ильяс Жансүгіров, С. Мағжан Жұмабаев, Д. Сәкен Сейфуллин, Е. Мұхтар Шаханов. Дұрыс жауабы Д нұсқасы. Аққудың айырылысуы, Көкшетау, Қызылат поэмаларының авторы Сәкен Сейфуллин. 10-шы сұрақ. Шоқбыттың шаруасы өлеңінің авторын табыңыз. А нұсқасы. Бейімбет Майлин, В. Сәкен Сейфуллин, С. Ильяс Жансүгіров, Д. Жамбыл Жабаев, Е. Сәбит Мұқанов. Дұрыс жауабы
нұсқасы. Шоқпыттың шаруасы өлеңінің авторы Сәбит Мұқанов. Құрметті әріптестер, осымен әдебиет пән мұғалімдеріне арналған біліміңді тексер бөлімі аяқталды. Егер де менің видео сабағым сіздерге пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыз. Және де осы видео сабақпен достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.